Қайырлы күн, достар. Бүгін біз өте маңызды тақырып ұйқы туралы сөйлесеміз. Дұрысырақ айтсақ, оның жетіспеушілігі туралы. 60 жастың белесін еңсерген көптеген адамдар бұл мәселені жақсы біледі. Өмір бойы қажырлы еңбек етіп, енді демалуға мүмкіндік туғанда ұйқы безіп кетеді. Төсекте сағаттап арлы-берлі аунап жатасың. Қабырғадағы сағат түннің қымбат сағаттарын санап, мазақ етіп тұрғандай көрінеді. Бұл жай ғана кішігірім ыңғайсыздық емес. Сапалы ұйқының болмауы денсаулығыңызға, көңіл күйіңізге және келесі күнгі энергияңызға әсер етеді. Бұл менің науқастарымнан жиі еститін шағым, және бұл біз шешуіміз керек маңызды мәселе. Сонымен, жасымыз ұлғайған сайын ұйқы неге қиынға соғады? Себептері көп және олар жиі бір-бірімен байланысты. Біздің денеміз өзгереді. Ұйқы ояну циклін реттейтін гормон мелатониннің табиғи өндірісі жас өткен сайын азаю мүмкін. Бұл ұйықтауды және ұйқыда қалуды қиындатады. Сонымен қатар, 60-тан кейінгі өмір жаңа уайымдарды немесе денсаулық мәселелерін тудыруы мүмкін. Артриттен болатын созылмалы ауырсыну, дәретханаға жиі бару қажеттілігі немесе тіпті болашаққа қатысты алаңдаушылық тыныш түнгі ұйқыны бұзуы мүмкін. Бұл көп бөліктері бар күрделі бас қатырғыш, бірақ бұл оны шешу мүмкін емес дегенді білдірмейді. Бізге тек дұрыс тәсілді табу керек. Көптеген адамдар ұйқысыздыққа тап болғанда бірден ұйықтататын дәрілер туралы ойлайды. Бірақ мен әрқашан науқастарыма 2 рет ойлануды ескертемін. Дәрі-дәрмектің өз орны болғанымен, оның жиі жанама әсерлері және тәуелділік қаупі бар. Табиғи, жұмсақ емдеу құралы өз ас үйіңізде күтіп тұрғанда, неге химиялық шешімге жүгіну керек? Біздің ата-бабаларымыз табиғаттың тыныштандыру және емдеу күшін білген. Оларда қазіргі дәріханалар болмаған, бірақ оларда шөптер мен қарапайым ингредиенттер туралы ғасырлар бойғы даналық болған. Біз бұл даналықтан үйрене аламыз. Мақсат, денені жай ғана ес-түссіз күйге келтіру емес, оны табиғи қалпына келтіретін ұйқы күйіне жұмсақ түрде енгізу. Нақты шешімдерге кіріспес бұрын, біз кешенді тәсілді көздеп отырғанымызды түсіну өте маңызды. Бұл ұйқысыз түндеріңізді бірден емдейтін бір ғана сиқырлы дәріні табу туралы емес. Керісінше, біз қарапайым, жұмсақ кешкі рәсімді құрамыз. Бұл рәсім денеңізге және санаңыз демалуға және ұйқыға дайындалуға уақыт келгенін білдіреді. Жылы, тыныштандыратын сусын бұл рәсімнің негізі болып табылады. Бұл белгі бүкіл болмысыңызға күн аяқталды, тыныштық уақыты келді деп айтатын жайлы рәсім. Қарапайым ингредиенттер қалай үлкен айырмашылық жасай алатынын зерттейік. Егер мен сізге жақсы ұйқының копиясы дәрі бөтелкесінде емес, жылы кружкада екенін айтсам ше. Бұл қарапайым естіледі, және солай. Ойланып көріңізші. Ұйықтар алдында жылы сусын ішу, ежелден келе жатқан рәсім. Әжеңіз бала кезіңізде ұйықтай алмаған кезде сізге жылы сүт ұсынғанының себебі бар. Жылудың өзі керемет жайлы. Ол бұлшықеттеріңізді босаңсытуға көмектеседі және ішкі тыныштық сезімін тудырады. Жылудың бұл физикалық сезімі ішкеннен кейін денеңіздің негізгі температурасын аздап төмендетуге көмектеседі. Бұл сіздің денеңіз үшін ұйқыға дайындалудың табиғи белгісі. Бұл сіздің денеңіздің өз ырғақтарымен жұмыс істейтін жұмсақ табиғи процесс. 2 тамаша нұсқа туралы сөйлесейік. Шөп шайлары және аздап бал қосылған жылы сүт. Бұл жай ғана ескі әжелердің әңгімелері емес. Олардың тиімділігінің артында нақты ғылым тұр. Түймедақ сияқты кейбір шөптер релаксацияны арттыру үшін ғасырлар бойы қолданылған. Түймедақта апигенин деп аталатын антиоксидант бар. Ол миыңыздағы нақты рецепторлармен байланысып, мазасыздықты азайтып, ұйқыны бастауы мүмкін. Бұл ешқандай жағымсыз жанама әсерлері жоқ. Жұмсақ, табиғи тыныштандырғыш сияқты. Ол сізді есінен талдырмайды. Ол жай ғана жүйке жүйеңізді тыныштандырады. Бұл сізге дайын болған кезде табиғи түрде ұйықтап кетуді жеңілдетеді. Енді классикалық емдеу әдісін қарастырайық. Бал қосылған жылы сүт. Сүтте триптофан деп аталатын амин қышқылы бар. Сіздің денеңіз триптофанды серотонин өндіру үшін пайдаланады. Бұл жақсы көңіл күй мен релаксацияны арттыратын нейротрансмиттер. Серотонин өз кезегінде ұйқыңызды басқаратын гормон мелатонинге айналады. Бір шай, қасық бал қосу жай ғана тәттілік қосудан артық. Балдағы қарапайым қанттар инсулиннің аздап көтерілуіне әкеледі. Бұл триптофанның миға оңай енуіне көмектеседі. Сонымен, бұл комбинация тыныш ұйқыға дайындалу үшін тамаша үйлесімде жұмыс істейтін күшті табиғи дуэт.
Бұлғы рәсімнің психологиялық әсері, физиологиялық әсері сияқты маңызды. Сусыныңызды дайындау, тыныш бұрышқа отырып, оны баяу ішу. Бұл зейінділіктің күшті түрі. Ол күннің стресі мен түннің тыныштығы арасында анық шекара жасайды. Бұл миыңызға уайымдау, жоспарлау және мәселелерді шешу уақыты аяқталғанын білдіреді. Бұл қарапайым 10 минуттық рәсім кешіңіздің сүйікті бөлігіне айналуы мүмкін. Сіз асыға күтетін өзіңізге күтім жасау сәті. Бұл өзіңізге демалуға лайық екеніңізді айтудың тамаша тәсілі. Осы керемет тиімді ұйқыны жақсартатын сусындарды дайындау үшін аспаз болудың қажеті жоқ. Рецепттер өте қарапайым, сіздің ас үйіңізде бар ингредиенттерді пайдаланады. Классикалық түймедақ және бал шайынан бастайық. Сізге тек бір түймедақ шай қабы немесе бір ас қасық кептірілген түймедақ гүлі, бір кесе ыстық су және бір шай қасық бал қажет. Жай ғана шай қабын немесе кептірілген гүлдерді сүйікті кружкаңыз алыңыз. Ыстық, бірақ қайнамаған суды үстіне құйыңыз. 5-10 минуттай тұндырыңыз. Бұл түймедақтағы пайдалы қосылыстардың суға толық сіңуіне мүмкіндік береді. Тұндырылғаннан кейін шай қабын алып тастаңыз, немесе гүлдерді судан сүзіп алыңыз. Енді, соңғы рет, бір шай қасық табиғи балды толық ерігенше араластырыңыз. Көп қоспаңыз, тек аздап тәттілік қажет. Мұндағы бастысы, бұл сусынды жылы күйінде баяу ішу. Ыңғайлы орындық тауып, мүмкін бірнеше бет кітап оқып, ұйықтар алдында 30-45 минут бұрын осы тыныштандыратын сусынды ішіңіз. Бұл денеңізге қоректік заттарды сіңіруге және тыныштандыратын әсерлердің жүйеңізге жұмсақ әсер етуіне жеткілікті уақыт береді. Екінші рецептіміз ұйқысыздыққа қарсы уақыт сынынан өткен классикалық бал қосылған алтын сүт. Бұл үшін сізге бір кесе сүт, сиыр сүті, бадам немесе сұлы сүті де жарайды. Жарты шай қасық ұнтақталған куркума, бір шым-шым қара бұрыш және бір шай қасық бал қажет. Қара бұрыш маңызды, өйткені оның құрамында пиперин бар. Ол денеңіздің куркумадан куркумин сіңіру қабілетін айтарлықтай арттырады. Бұл белсенді қабынуға қарсы қосылыс. Бұл сусынды жалпы денсаулығыңыз бен релаксацияңыз үшін әлдеқайда тиімді етудің қарапайым әдісі. Алтын сүтті дайындау үшін сүтті кішкене кастрюльде төмен немесе орташа отта ақырын қыздырыңыз. Қайнатып алмауға тырысыңыз. Сүт жылыған соң, куркума мен бір шым-шым қара бұрышты толық араласқанша араластырыңыз. Содан кейін кастрюльді оттан алып, жылы алтын түсті сұйықтықты кружкаға қойыңыз. Балды толық ерігенше араластырыңыз. Түймедақ шайы сияқты, бұл сусынды да кешке демалып жатқанда, баяу және зейінмен ішкен дұрыс. Оның жылуы мен тыныштандыратын қасиеттері сізді терең, қалпына келтіретін ұйқыға дайындауға мүмкіндік береді. Біздің құпия сусынымыз тамаша құрал болғанымен, ол жақсы ұйқы үшін үлкен стратегияның бөлігі болғанда жақсы жұмыс істейді. Оны сіздің демалысыңызға арналған бүкіл командадағы маңызды ойыншы ретінде қарастырыңыз. Жақсы ұйқы гигиенасының ең маңызды ережесі тұрақты кесте құру. Күн сайын, тіпті демалыс күндері де бір уақытта ұйықтауға және оянуға тырысыңыз. Бұл денеңіздің ішкі сағатын немесе циркадтық ырғағын реттеуге көмектеседі. Сіздің денеңіз ұйқы мен оянуды күтуді үйренеді. Бұл түнде ұйықтап қалуды және таңертең оятқышсыз сергек оянуды әлдеқайда жеңілдетеді. Жатын бөлмеңіздің ортасы да маңызды рөл атқарады. Ол ұйқы үшін қасиетті орын болуы керек, басқа ештеңе емес. Бұл оның қараң, тыныш және салқын болуы керек дегенді білдіреді. Көше шамдарынан немесе таңғы күннен келетін кез келген жарықты блоктау үшін қараңғы перделерді пайдаланыңыз. Егер сіз шенойси жерде тұрсаңыз, тыныш дыбыс ортасын жасау үшін ақшу машинасы немесе қарапайым құлақ қаптарды пайдалануды қарастырыңыз. Және температураны салқынырақ ұстаңыз. Көптеген адамдар сәл салқын бөлмеде жақсы ұйықтайды. Өйткені бұл біз ұйықтағанда болатын дене температурасының табиғи төмендеуін имитациялайды. Төсекте теледидар көруден немесе ноутбукта жұмыс істеуден аулақ болыңыз. Ұйықтар алдындағы сағаттарда не істейтініңіз өте маңызды. Ұйықтар алдында 2-3 сағат ішінде үлкен, ауыр тамақтардан немесе ауыр жаттығулардан аулақ болыңыз. Ас қорыту және жоғары жүрек соғу жиілігі денеңіздің демалу қабілетіне кедергі келтіруі мүмкін. Сондай-ақ, экрандардан келетін көк жарыққа бұған теледидарыңыз, компьютеріңіз және әсіресе смартфоныңыз кіреді, назар аударыңыз. Бұл жарық түрі миыңызды әлі де күндізгі уақыт деп ойлауға мәжбүр етеді.
Бұл мелатонин өндірісін басады. Ұйықтар алдында кем дегенде 1 сағат бұрын барлық экрандарды өшіруге тырысыңыз. Соңында бәрін біріктірейік. Ұйықтар алдында 1 сағат бұрын экрандарды өшіріңіз. Жылы түймедақ шайын немесе алтын сүтті дайындаңыз. Тыныштандыратын музыка тыңдап немесе жеңіл, жағымды кітап оқып жатып, оны баяу ішіңіз. Жатын бөлмеңіздің салқын, қараңғы және сіз үшін дайын екеніне көз жеткізіңіз. Осы қарапайым, табиғи қадамдарды орындау арқылы сіз денеңізге қарсы күреспейсіз. Сіз онымен жұмыс істейсіз. Сіз өзіңізге лайық терең, емдік ұйқы үшін тамаша жағдай жасайсыз. Бұл тез шешім емес, бірақ жақсы түндер мен жарқын күндерге апаратын жұмсақ, тұрақты жол. Өзіңізге шыдамды болыңыз және тәтті түстер көріңіз.